Сәлеметсіздер ме? Бүгін өтетін тақырыбымыз жасанды ортадағы менің қауіпсіздігім. Сен көшеде жүрудің қауіпсіздік ережелерін есіңе түсіресің. Сен өз қауіпсіздігіңді жоспарлауды үйренетін боласың. Жасанды орта дегеніміз адамның өз қолымен жасалған дүние. Мысалы, тұрғын үйлер, көліктер, айналаңа қарасаң, барлығы жасанды орта, яғни адам өз қолымен жасаған дүние. Ал табиғи орта деп айтатын болсақ, ол табиғи орта дегеніміз өзі пайда болып тұрған, адам оған еш нәрсе істемеген дүние деп айтсақ болады. Мысалы, аспанда болып жатқандарды біз емес, оны өзі пайда болған сөйтіп. Мысалы, бұлттар, күндер, жаңбырлар, қарлар, оны біз жасамаймыз ғой, адам барып өзі ұшып барып өзі істемейді. Сондықтан біз табиғи орта деп өзі жасалып тұрған дүниені айтамыз. Мысалы, жер ол табиғи орта. Жердің үстіндегілер, олар жасанды орта деп айтсақ болады. Тақырыбымызға келсек, жасанды ортадағы менің қауіпсіздігім дейді. Жасанды ортадағы қауіпсіздіктер деп, мысалы, техникаларды, көліктерді, тоқтарды, телефондарды айтуға болады. Мысалы, телефоннан адамға зиян келеді. Ол көп десек болады зияны. Ол көзімізді ауыртуы мүмкін, соқыр қылуы мүмкін. Солай және тоқтардан, ол тоққа бір рет қолыңды тигізе салсаң болды, тоғырып бізге зиян келеді деп айтсақ болады, яғни қауіп төніп тұр. Ал жолдан өтетін кезде абай болыңыздар, өйткені көліктің өзі техника ғой, сондықтан ол өзін тоқтата алмауы да мүмкін. Мысалы, сен өзің жүгіріп келе жатып тоқтай алмауың да мүмкін ғой, солай да. Сен техниканы қарасаң, ол вообще тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан абай болып жүріңіздер. Және де мысалы, ондай жағдайлар өте көп болады. Көлік, яғни жол жақта еш қашан ойнамаңыздар, және де жолдан өтетін кезде жан жақтарыңызға қараңыздар енді. Бірінші солға, одан кейін оңға қараймыз. Және де бізге жол белгілерін беріпті. Біріншісінде мынандай сурет тұр. Яғни ол дегеніміз балалар өтетін жол деген сөз. Ол белгі жолда тұрған кезде ол машиналар әсте жүреді, яғни баяу жүреді. Ал екінші суретте қарасаңыздар, ол жақта жолақшамен өту керектігін айтылып тұр. Ал үшіншісінде адамдар өздері өтуге болмайды, яғни үлкен кісілермен бұл жақта адам жүруіне болмайды деген сөз. Ал төртінші суретке қарасаңыздар, бұл жақта